көркем мінездің көмегі. Ел зауытында жұмыс жасайтын Гүлжан деген келіншек бір күні жұмысын аяқтап болған соң ет сақталатын тоңазытқыштары бар салқын бөлмеге бір нәрсені тексеру үшін кірген болатын. Бірақ ол кері шыға алмай қалды. Есік сырттан жабылып қалды. Қанша тырысқанмен сірескен темір есікті ашу мүмкін болмады. Сырттан біреу көмекке келмесе іштен аша алмайтынын көзі жеткен Гүлжан жәрдем ететін адам шақырып бар даусымен айғайлай бастады. Кешкі уақытта болғандықтан барлық жұмысшылар үйлеріне қайтып кеткен. Шарасыз қалған Гүлжан Аллаға жалбарына бастайды. Сөйтіп суық тоңазытқыштың ішінде қамалып отырғанына 5 сағат болды. Бір кезде есік сыртына біреу келгендей болды да сарт-сарт еткен дауыс шығып, темір есік сыртқа қарай айқара ашылды. Гүлжан бірден тысқа атып шықты. Есікті ашқан зауыттың қарауылы екен. Іші қорқыныштан, сырты суықтан әбден мұздаған келіншек әрең дегенде сабырға келді. Есін жинағанда қарауылдан мұндай уақытта есікті неге ашқанын сұрады. Ол кісі: мен бұл зауытта жұмыс істеп жатқаныма 35 жылдай болды. Мыңдаған жұмысшылар келіп кетіп жатады. Алайда сол мыңдаған адамдардың ішінде тек сіз ғана менімен таңертең амандасып, кешкісін қоштасатынсыз. Көбісі мені көздеріне де ілмейтұғын, тіпті адам деп те санамайтұғын. Бүгін әдеттегіндей таңертең сіз менімен амандастыңыз. Алайда сау болыңыз, ертең кездескенше дегеніңізді естімедім. Бүгін сіздің қоштасу сөзіңізді естімегендіктен қобалжып, сізге бірдеңе болып қалды ма деп қатты уайымдадым. Міне сондықтан мен фабриканы түгел тексеруге шықтым. Күдігім расталып, сіз мына салқын бөлмеде қамалып қалыпсыз деді. Адам бойындағы адамгершілік оны маңындағы жандарға сүйікті етіп көрсететіні белгілі. Ендеше айналаңыздағы барлық адамды сыйлап, қарым-қатынасыңызды үзбеңіз. Себебі сіз ертең не болатынын білмейсіз.